Кім бала кезінде допқа толы шұңқырларда ойнағанды ұнатпады? Көз алдымызға осындай әртүрлі бағытта ұшып жүрген доптарға толы бөлмені елестетіп көрейік. Бұл тура газдағы молекулалардың қозғалысы. Бұл видеода біз керемет газдар және температура мен қысымның оларға әсерін анықтайтын боламыз. Саған неге тығын шампан бөтелкесінен атылатыны немесе шайқалған кока-коладағы дыбыстың пайда болатыны қызық болды ма? Бұның бәрі бөтелкеде құрылатын газ бен қысымға байланысты. Ал енді газ бен қысымға тоқталып өтейік. Газдар өздері байланысқа түсіп жатқан кез келген бетке қысым жасайды. Қабырғаларды ұрып жатқан бөлшектер көп болған сайын қысым да көп болады. Сен кока-коланы шайқап жатқан секілді. Оның газының дыбысы шығып, бөтелке бұрынғыдан да қатты сезіледі. Бұл пластикалық бөтелкеге қарсы әсер етіп жатқан газдың бөлшектері. Енді бізде теңдеу бар. Қысым күш бөлінген ауданға тең. Біз газдардағы қысымның әсерінен шарды қатты үрлеп, оның жарылғанын көре аламыз. Бұл біз ауа молекуласының қысымын үлкейтіп, олардың резеңке шарға қарсы қатты әсер ететінін туындайды. Жылыту да қысымды көбейтеді. Неге? Газ жылығанда энергиясын арттырады және айналасында өте тез қозғалады. Содан кейін олар контейнердің қабырғаларына қатты және жиі соғылады. Бұл әрине қысымды көбейтеді. Егер қысым өте қатты болса, контейнер жарылады. Қайтадан жарылып жатқан шарды ойла. Әрдайым дезодоранттың ыдысында күннің сәулесінде қалдырмау деген ескерту тұрады. Себебі ыдыстың ішінде газ бар. Жаңа ғана танысқанымыздай, газдың жылуы қысымның үлкеюін және ыдыстың жарылуын тудырады. Жақсы идея емес. Егер біз газды суытсақ не болады? Бұл кезде бөлшектердің энергиясы төмен болады, солай контейнерге аз қысым әсер етеді. Осы себептен шар кішірейіп, көңілсіз және қыңыр болып қалады. Қазір ешқайсымызға ұнамайтын заттың уақыты. Инелер мен шприцтер. Біз инелер мен шприцтердің газдардағы қысымға байланысты жұмыс істейтінін үйренейін деп жатырмыз. Шприцтің плунжері сыртқа шығып тұрғанда, ол камерадағы көлемнің үлкеюіне әкеліп соқтырады. Бұл үлкейген көлем іштегі қысымды төмендетеді. Біз қалыпты атмосфералық деңгейде қайтарғысы келетін вакуумды жасадық. Сенің қолыңдағы инені санамаса, бұл мөрленген жүйе. Қолжетімді сұйықтық камераға жиналатын сенің қаның. Сенің қаның көлемді кішірейтіп, қысымды қалыпты жағдайға дейін келтіреді. Видеоны тоқтатып, жеткіліксіз сөздерді толтыр. Сен дұрыс таптың ба? Енді біз газдың қысымында тиімді көлем, температура және молекула бар екенін білеміз. Саған бүгінгі сабақ ұнады деген үміттемін. Кездескенше, видеоға лайк басып, оны достарыңмен бөлісуді өтінеміз. Егер сұрақтарың болса, пікірге қалдырып кет.